Ал бүгінгі айстан көретін ақындарыңыз Арқалық қаласының арқалы ақыны Серік Болсын Әбікенов. Арқалықтық ақын Серік Болсын бірінші айналымда Рудный қаласының ақыны Ғалымгерей Кенжеғозимен сөз бәйгесіне түсті. Қарсыласы Ғалымгереймен сөз қағыстырып әдепті айыс көрсеткен Серік Болсын Қазылар алқасының шешімімен екінші айналымға жолдамалды. Серік Болсынның бүгінгі жұбы Су жаңа Тобыл қаласының суырып салма ақыны Медет Байзақов. Республикалық айыстарға қатысып Тобыл Торғай жұртының намысын қорғап жүрген Медет Байзақов біздің айыс тележобасының бірінші айналымында Жангелдин ауданының ақыны Зілиха Задыгери қызымен бақ сынасты. Сөз барымтасында басымдық танытқан үшін Әділқазылар алқасы айтыстың екінші айналымына жолдаманы Медетке табыстады. Сонымен екі ақында сахна төріне шақырайық. Қарсы алыңыздар, Медет Байзақов, Серік Болсын Әбікенов. Құрметті телекөрермендер, біздің айыс тележобасының бірінші айналымында Ұлы даланың жеті қырының әр саласы ақындарға тақырып болып, тілдеріне тек болды. Енді біздің айыс жобасының екінші айналымындағы тақырыптарды естеріңізге сала кеткім келеді. Әбу Насыр Әл-Фараби бабамыздың туғанына 1150 жыл толуына орай қайырымды қала тұрғындары, Міржақып Дулатұлының туғанына 135 жыл толуына орай Алаштың асыл азаматы Сұлтан Баймағамбетовтің туғанына 100 жыл, ұлы жеңіске 75 жыл толуына орай ер есімі ел есінде. Шоқан Уәлихановтың туғанына 185 жыл толуына орай Шоқанның шыңы, Алтын Ордаға 750 жыл, Қазақ хандығына 555 жыл, Әбдіғапар хан Жанбосынұлының туғанына 150 жыл толуына орай Ағалы ордам қонған жер, Қазақстан Республикасының Конституциясына 25 жыл толуына орай ата заңым, айбыным деген тақырыптар ақындарға таңдауға түсетін болады. Ал құрметті телекөрермендер, біздің айыс тележобасының ережесіне сәйкес тақырып экранда көрсетіліп отыр. Осы 6 тақырыптың бірін компьютер өзі таңдайды. Тақырып таңдалсын. Сонымен компьютердің таңдауы бойынша ақындардың еншісіне бұйырып отырған тақырып Ағалы ордам қонған жер, яғни Алтын Ордаға 750 жыл, Қазақ хандығына 555 жыл, Әбдіғапар хан Жанбосынұлының туғанына 150 жыл толуына орай осы тақырып ақындардың еншісіне бұйырып отыр. Ал ақындарымыздың аузына Алла адал сөз салсын, ақ сөз салсын. Бісмілләсіз басталмайды Адамзат Алла десе аш қалмайды Ассалаумағалейкум ардағайынный ән жырын серік сіздер жаққармайды Қолдасаң шайырларды шапалақпен, шабыттың шарабына мас болмайды. Хандыққа 555 жыл толды, ашып айтып кетейін ақбар жайды. Кешегі ер Жәнібек елде бөлді, халқыма орнығанда батпан қайғы. Әбдіғапар ханның да ерліктері бір ауыз сөзбен ғана тоқталмайды. Жеріме дұшпан кіріп жатқан кезде қызғыштай қорғап өлді-ау қарт торғайды. Ерлердің
ерліктері еске түссе ай, еріксіз жанарыңнан жас парлайды. Бастадым бабаларды бағалаудан, бағалай білмегенге бақ қонбайды. Бабасы батыр болған бұл балаңыз, қасына кім келсе де жасқанбайды. Айтыс деген баймұрама, ақының айтар сөзден айрылама. Бұлдода серік болға ауыр түйді деп келсем көңілімді тойдырама. Бірінші айналымда ғалым керей ағаммен айтысып ем айбын ала. Барлығы мықты деген сол ақынның әубастан көзін мендей жойды бала. Ал енді атағынан ат үркетін медеттей нағашыммен сайғылама. Қарсыласым кіл мықты болды ғой деп серік болсын дәл соған қайғырама. Жасымнан бұндай бейнет тартатындай қалдырды екен сендерді қай күнәма. Әгигәгім, әгигәгім. Өмір шыныменен тұрақ кімге, еншісін береттейсің сұрап кімге. Алғашқы айналымда ғалым керей ағаммен тауып едім тұрақ бірге. Ал сен болсаң қарындасы Зілихамен айтысып жібердің ғой жырақ мүлде. Сады керей ағамның балаларын сақынада тастабек сынап мүлде. Бірінші айналымнан тайдырдық қой бір үйдің ұл мен қызын бір-ақ күнде. Әгигәгім, әгигәгім. Белгісіз бақша бар ма, бапша бар ма, бұрылайын медеттей пәтшағарға. Жүрген жерін қызыққа батыратын белгілі сенің маған әпсанаңда. Өз ақын өзі молда және бұған саудагерлік өнерді қосқан Алла. Асабалық өнері тағы да бар, е болатын ең құнды ақшаларға. Төрт бірдей мамандықтың иесі екен, аты шыққан осылай дос жаранға. Негізі әр нәрсенің сұрауы бар, ниет қып әрбір істі бастағанда. Молдалық деген атта оңай емес, сұрауы көп күтеді мақшар алда. Әйтеуір бәрін бірдей ап жүргесін дұрыс қой абыройды шашпағанда. Төртеуіне үлгірем деп нағашым ау қол тимейді-ау тыныстап атшаларға. Бір басыңда төрт бірдей проблема бар, үйдегі жеңгемізді қоспағанда. Әгигәгім, әгигәгім. Көз салып отырғанда дені бізге, құнарлы болса екен сөзімізде. Бір қызық оқиғаны баяндайын болған осы Қостанай еліңізде. Нағашым былтыр күллі ақындарды жинап едің Жамбылдай жеріңізге. Ол оқиға шамамен былтыр болды, дәлірек айтар болсам оны күзде. Ол аудан Қостанайдан алшақ екен, айтпаған соң білмейміз оны бізде. Көлігіңе мінгізіп екі шақын жөнелдік Жамбыл деген беліңізге. Бір кезде мәшинесі оталмай қап қиын болды медеттей серімізге. Кенеттен бұл нағашым ұялмастан итеріп жіберіңдер деді бізге. Оған куәм Батырлан мен Мамай көкем, көрермен боп отырған төріңізде.
жиеніңді әуреге салып қойып, сол үшін ағабайым жедіңіз бе? Жоқ әлде жиеніңнің келгендігін пайдаланып қалайын дедіңіз бе? Ау жиен бірде мақтап даттадың ғой, әйтеуір босқа қарап жатпадың ғой. Былтырғы айтысымды еске салып, үніңнің сырлауенін сақтадың ғой. Төрт түрлі мамандыққа ие болсам, халқымның жүгін бойға артқаным ғой. Әрі ақын, әрі декан, әрі қажы, Айбектей ұстазыма тартқаным ғой. Ау жиен көп құдырма құлыншағым, қараға өзі келіп ұрыншағым. Нағашыңның көлігін итерем деп бозарып кетіпті ғой түрің сәнің. Сауапты Алла өзі бермейді ме, игілікті жұмысқа жұмылсағым. Жасаған жақсылығыңды жария қып, аздығын көрсетпесей ілім тәлім. Сенде өзі жұмсайтын күш бар меді, жетеме деп ойлашы бірінші әлім. Әлпейіп арып түрін кетіпті ғой, әлмейіп арып түрін кетіпті ғой. Құдай-ау бұзға мен мұның сәнін, менің жаман мәшинемді итерем деп ырсайып кетіпті ғой аңыршағың. Ай жаратқан әуел Алла, шыбын жанбыз қаратқан құбылаға бет құлыңнан біз. Ұрпағы көктөктің қайсар қазақ, бұтағы бәйтеректің бұрыннан біз. Керей менен Ержанбек елді бастап 15-ші ғасыр дел боп құрылған біз. Бұл қазақ не көрмеді, содан бері Нұрғажақ күндерді аңсап құбылған біз. Жоңғар менен қалмақтан елді сақтап, жолдар менен шұбалаң шұбырған біз. Орыстың қол астында отар болып, соғыстың небір түрін ұғынған біз. Бір ғана аштық жылы 31-де 1,5 миллион қазақ қырылған біз. Қазақтың арыстарын жауға теңеп, қазақ боп өз елінен қуылған біз. 41-45-те отан үшін 5 саусақ жұдырық боп жұмылған біз. 54-тің тұсында тың көтеріп, 86 қысында қырылған біз. 91-де қол жеткізіп, азаттыққа, қазақтыққа бір жолап бұрылған біз. Қаусаған тертімізге дем бітіріп, аңсаған сәждеге де жығылған біз. Мың өліп, мың тірілген қайран қазақ, мәңгілік жасау үшін туылған біз. Ай серісің талай тойды дүбірлеткен, 100 күнге татыр күнің бір күн өткен. Өткен жолғы айтсың елесінде, ғалымгерей ағаң ет бір түлеткен. Ағаңның жолын сұрап жолдам алдың, жастардың жаман еді құлқын өткен. Енді кеп мені тілеп сұрап апсың, білмеймін мақсатың қай бұл түлекпен. Құдықты көздеу бар жерден қаз деп, ұстазың бердім ақыл шын тілекпен. Жиеннің назы қатты деп баға берген, данышпан еді қазақ ұлтын өткен. Дегенмен нағашыңды оңай қағар, кемпір бет көсе шалдың мұрты дөппен. Ай қайдам іннің аузын түлкі бөлер, қуылық асқан жиен ғой бұлтым өктем. Нар сілкінсе есекке жүк табылар, сырыңдашып көрерміз мүмкін өппен. Әріптің артын көтіп байқамасам,
талай бөрінің түбіне төлкі жеткен ай. Ай, аттың масын жібер жиен, алыстарға нағашыңмен бірге шап, қалыс қалмай. Қыпшаққа жиен екенің рас болса, бәйгені қолдан бермен намыс бардай. Ау жиен ең болмаса күліп отырш болмайық, енді ғана танысқандай. Арқаңды кеңге жайып отырсаңшы, арқаңа бүйе шағып жабысқандай. Ей, шөлден өлген өгіздей түрін құрсын, шөлмек сұрап кеп қалған орыстардай. Қарының болмаса да дарының бар, шешіліп сөз сөйлерсің болыстардай. Дәл бүгін маған десе жібермессің, ғалымгерей ағаңмен алысқандай. Ей, Ғалекеңе айтқанды өзің айтам, болмайын ерегеске барысқандай. Айбат шегіп келгенде нағашыңа, айғым тұлған мерт болма арыстандай. Ай, медет деген ақындайғы, тиесіп мына бізге жақындайды. Жол сұрап жолдамалдың дейсің маған, жөнді біліп айтса екен ақын жайды. Өтіріктің басына сәлде борап, нағашым жалған сөзге жақындайды. Жол сұрап көрсетпедім жөнсіз қылық, жолымды ашып шығарды атымдайғы. Ғалымгерей ағамды жеңгенімде, нағашым қуанғанын жасырмайды. Сіз өзі мысық тілеу жан екенсіз, қою керек негізі осындайды. Енді өз сөзімді кеп өзім айттың, бұл енді мерейіңді асырмайды. Сондағысы айбат шекпе деп отыр ғой, ортаға тастағандай татым дойды. Айбат шегіп дәл сендей мысық тілеу жандарға серік болсын атылмайды. Әгейгәгім, әгейгәгім. Ақының өткен күнді ақтарады, тарихты ұлың бекер жаттамады. Алтын орда тұсында берке қаған, алтын орда тұсында берке ханның билігі жүріп елге бас болады. Ол қаған бес парызға бекем болған, жаратқанның болған соң нақталабы. Өзі түгіл 30 мыңдай жасағы да жорыққа жайнамазбен аттанады. Берке хан сол кездері жиын құрып, боп жатқан оқиғаға тоқталады. Бір әулеттен тараған ағайынның көздегені дүние боп барады. Іске өзі кірісіп берке қаған, тоқтатамын деді бұл масқараны. Ақыры ағайыны дұшпан болып жасағы жау астында тапталады. Ағайын бірлігіңе бекем болсаң, басыңа аласармас бақ қонады. Иманды қып тәрбиеле ұрпағыңды, бүгінгі жас ертеңгі бас болады. Оған дәлел Қаракерей қабанбайлар дәретсіз қара жерді баспағаны. Сан ғасыр өтсе дағы ұмытылмай, әрдайым елесінде сақталады. Иманды болып өткен бектерінде қиямет күнге дейін сақталады. Әгейгәгім, әгейгәгім. Алайым өзгертпесін бағытталла, нағашым ал көсілгің шабыт барда.
айтысында бой көрсеттің, қарсы тұрып абадан алып тарға. Сол айтысты жеңем деп айтты маған, кетті бірақ құлақтан қағып молда. Екінші жыл тағы да сүріндің ғой, жанкүйер болмас едім оныққанда. Молданы өтірікші қылдың ғой деп жүрсінге айтыпсыз ғой жабыққанда. Ерманов ертпеген соң еңсең түсіп, салмақ түсіп нағашым арып қалды. Осы айтысты жеңем деп тағы айтыпсың, бұл жолы жиеніммен жолыққанда. Жеңем деп келіп тұрып жеңіліп қап, тағы да өтірікші болып қалма, әгигәгім, әгигәгім бе. Ай, бұл медет әрі молда бақсы болар, сөзінің өтірігі тапшы болар. Молдақынды жеңем деп әуре болма, сақақын әр сөзінде сақшы болар. Молданың алдына түсіп өлейін деп пен артында жүре берсең жақсы болар. Ай, өмірде күн кешсек те өтпелі біз, дәуірі жоқ, дәуірге тамыры жоқ өкпеліміз. Мәселеге көз жұма қарау күна, жөн емес азат күнде шөккеніміз. Қонақжай ел болғанның сыйосыма, бөтеннен босамайтыр бөктеріміз. Бахадыр бабалардың заманында жеңістің туеді күйеді тек шерткеніміз. Бату ханның тұсында тарихтан белгілі алты құрлыққа жеткеніміз. Тоқтамыс хан тұсында айбет айбат шегіп, орыстың нанын тартып жеппедіңіз. Керейменен Жәнібек хандық құрып, Жошы ханнан тараған бектеріміз. Тәуке ханмен тұсында Тәуекелдің империя болуға беттелдіңіз. Қазақ жерін жоңғардан ада қылып, Абылай дәуірінде реттедіңіз. Кенесары ел үшін құрбан болған, ол кезде қазақ қайсар тектедіңіз. Әбдіғапар хан болып сайланғанда тұтанғандай болып еді өшкеніміз. Ел үшін шахид болған қайран ерлер, бұл біздің тарихымыз өткеніміз. Тарихын кейін ұрпақ біліп өссін, арам шөп боп шықпасын еккеніміз. Бабалар аңсап кеткен күнге жеттік, азаттық оңай келді деп бедіңіз. Біріңді қазақ бірің дос деген Абай, Абайды жек көргенде жек көріңіз. Әл-Фараби ғалымда бізден шыққан ғылым, білімге көңіл көп бөліңіз. Ей, қазақ біз ғой деген сөз ең нашар сөз, өзіңді жамандаудан шектеліңіз. Қазақ деген әр атыр, әр ақын, батыр халық, табиғаттың ең сұлу көктемі біз. Билікке де бағынбас, сирікке де көк бөрінің ұрпағы, көк түріктің ұрпағы, көк бөріміз Ай, қазақтың ар баласы төреге тең, болмысын нар қазақтың бөлек екен. Даламның бергі берген әр тасынан бабамның қасиетін көреді екен. Айтайын мен бір мысал насихат қып, өткеннен бізге жеткен дерек екен. Әңгімесі патша мен қарт уәзірдің, тәлімі мол тағылымы терең екен. Патша қанша құдіретті болса дағы,
ақылшы уәзіріне сенеді екен. Шартарапқа билігін жүргізсе де бәрібір бір қауіпті сезеді екен. Қайтсем елді ынтымақта ұстаймын деп уәзірден кеңес сұрап келеді екен. Сол кезде сөзге шешен ақылшы уәзір жауапты төтесінен береді екен. Қазіргі елдің жайы ұйықтағы арбалатан деп теңеу береді екен. Егерде атан өгіз мықты болса, қандай қиындық болса да жеңеді екен. Ал егер әлсіз болса, атан байғұс арбамен бірге батып өледі екен. Атандай елді бастап сіз жүріңіз, арбадай біз қостайық деген екен. Ағайын, бұл бір мысал қарап тұрсаң, бүгінгі біздің жайға келеді екен. Бір ғажап күндеріміз өтіп жатыр, бұл қазақ ертеңіне сенем екен. Өзіміздің ана тіл тұрған кезде өзге тілде сөйлейміз, неге бөтен? Балаңды да қазақша мектепке бер, ұлтын сүйе білуді өнер екен. Өзіміз қазақ болмасақ алдыменен, өзгелер қазақ болуға көнем екен. Ай келесің құлагердей жосып алдан, мен сені тойтарайын тосып алдан. 30-ға тақасаң да жаспын дерсің, бір арман күтіп тұрғандай тосын алдан. Кешегі қана былай біле білсең, 20-сында шарыштың басын алған. Қазыбек Төлебейлер 15-інде қазақтың сүйрей білген көшін алдан. Ерқабанбай бабамыз 17-де жауының мысын басып өшір алған. Тарихта өткен небір бала билер даумен жаудың алдында көсіл алған. Әуре болып жүргенің кімге керек, әулемін деп бедің осылардан. Әй, сен мені дұрыс түсін, күле бермей, орнықты орныңда отыр түрегелмей. Халықтың санын көмейт, шаман келсе нарықтың бір бұрышын тірегендей. Айтыстан айтыс қоймай жүлдаласың, дүнияны болмастың тілегендей. Басыңдеке өткенше асықсаңшы, малым төрде болды деп жүре бермей. Ай, деп жігерімді жанып қалсаң, ол үшін қолдау керек халықтансан. Нағашым жауабыңды мен берейін, бойдақ деп аяғымнан шалып қалсаң. Анам мені бетімнен қайтарып жүр, алдына сүйгенімді алып барсам. Содан соң досым маған дәл анаңдай, қызды ұнат деді ғой, танып қалсаң. Досымның айтқанын мен істеп едім, шишықты тағы үйге шауып барсам. Әкеме ұнамай қап жүрген жоқ па, анамнан аумайтын қыз тауып барсам. Әгигәгім, әгигәгім. Нағашым топтан озған дара шығар, қолдайтын Қостанайдай қаласы бар. Қостанайдың ең мықты асабасы, басқаратын ең қымбат сомасы бар. Жүректі ауыртпайтын сөздері бар, жүректі ауыртатын бағасы бар. Қалжыңымды қажырсыз көтеретін өзіңдей айтшы кімде нағашы бар. Тілейтінім жеңгеммен бақытты боп, балаңа бола берсін баласыңар. Айтыса нағашымен тартынбастан, жиеннің болып тұр ғой бағашылар. Әгигәгім, әгигәгім.
түріліп тұрсын әркез түндігіміз. Тек алға басса екен тірлігіміз. Осы менен ағайын қошаман бол, қуанышпен өтсінші мұң күніміз. Нағашым-ау, өзіңдей үйіңдегі иманды боп өссекен ұл қызыңыз. Бір тудың астындағы елім менің, ажырап кетпес екен бірлігіңіз. Әгигәгім, әгигәгім Ай қашанда қастық қылма жолдасыңа, қаруын қайта тиер өз басыңа. Келін әкеп әкеме ұнамат деп анаңды итеріп жібердің жар басына. Иманды келін әкел отбасыңа, жар беймай жантақ шоқти жар басында. Ай биіктеп елдік таңғың бұрынғыңнан, түрленді түрленсін сайын далаң тұғыр қылған. Керей мен Ержанбек хандарымыз хандыққа қазақ сөзін ырым қылған. 300-дің басын қосқан хан Абылай 300-ді бір ту астына жұмылдырған. Қазақтың соңғы ханы Кенесары ұлт үшін шыбын жанын шығын қылған. Әбдіғапар бабамыз хан сайланып, қазақтың кім екенін ұғындырған. Міне осындай ұлылардың ұрпағымыз ұлт үшін болатұғын ұлын құрбан. Ай дүние қарап тұрсаң шолақ еді, адам 5 күн жалғанға қонақ еді. Телегі қабыл болып бабалардың, ұрпаққа жол нұсқаған солар еді. Еленбей жүр ханымыз Әбдіғапар, ол да бір заманының алау еді. Әбдіғапар атында бір аудан болса, көңіліміз толған айдай толар еді. 100 жылында танылса 300 аты, қазақтың мақтанышы болар еді. Ай нағашың саған жиын алаңдайды, мен жеңсең маған жайлы саған қайғы. Әр ақын, әрі күйші, әр әншісің, басанан болсаларсың талай бәйгі. Өзіңдей хас таланттар тұрған кезде қазақтың мәрт өнері жоғалмайды. Қыпшақтың 100 қатыны ұл тапса да бәрібір сендей жиен бола алмайды. Бала жақсы болмағы нағашыдан, нағашың ақ тілегін жан арнайды. Нағашыңды жеңем деп әуре болма, қалжың сөз болған менен саған жайлы. Пышақтағанша өткір болған менен өзінің сабы өзі жоналмайды. Қазылар алқасының шешімімен ақтық айналымға өткен ақынның есімін жариялайтын сәтке де келіп жеттік. Алдымен айтыс қандай деңгейде өтті? Қазылар алқасы, пікірлеріңізді естейік. Енді алғашқы айтыс басталды, нағашы жиен болып екеуі олай жақсы әзілдесті деп айту керек. Енді қысқаша айтқанымда, мынау нағашы дегенмен басымырақ болған секілді. Енді мынау жиені, мынау үшінші айналым, үшінші неде, кезекте іштен айтып жармадан айналайын. Кезегің өте келте болды. Сондықтан мен мынау жаңағы серік болсын, әбігеніп па? Осы сол нағашына жолыңды бересің ау дедім. Айбек аға, сіздің пікіріңізше
кімнің ұтымды сөздері басымырақ болды? Негізінде дәл маған осы айтысқа, алдымызда келе жатқан айтыстарға да сарапшы болу, қазы болу өте қиын. Үлкен балаңды жақсы көресің ба, кіші балаңды жақсы көресің ба деген сияқты болып тұр. Ал енді мынау айтысқа келетін болсақ, алғашқы жұп болғаннан кейін ба сәл солғындау болды. Нағашы мен жиеннің арасындағы бір қызғын айтыс бола ма деп ойлап едік, бірақ ондай бола қоймады. Ал енді айтыстың жүйесіне келсек, жаңа Ғұмар ағамыз жақсы айтып отыр. Негізі екі кезекте Серік болсын басым болды. Жауап жағынан да сосын Медет бір-екі жерден қате кетті. Ырсиып кетіпті ғой ыңыршағың деген сөз. Бұл ыңыршағың айналып кетті деген тұрақты сөз тіркесі. Ыңыршақ деген ырсимайды, айналады. Сосын екінші бір жақсы жауабың болды, соны толығырақ жеткізу керек еді. Сен молданың алдына түсіп өлейін деп пең деген жақсы жауап, соны жеткізіңкіреп айтқанда жақсы болар еді. Одан кейін мен өзім түсінбей қалдым, көк түріктің ұрпағы көк бөріміз дегенге. Негізі көк түріктер өзін көк бөрінің ұрпағымыз дейді ғой. Сен көк бөріні көк түріктен таратып жіберген сияқты болғанда, соны түсініктірек қылып айту керек еді. Бірақ осылай әдемі жеңіп келе жатып Серік болсын, мына сөзді айтпай қою керек еді. Әкеме ұнамай қалып жүрген жоқ па, анама ұқсайтын қыз алып барсам деген. Сен осы жерден ұтылдың. Сондықтан да үшінші кезекте Медеттің жауабы басымырақ болып кетті. Одан кейін жаңағы өзінің сабын өзі жоналмайды деген сөзбен өзіңде басыңды битіп қалдың ғой, Серік болсын. Сондықтан да жаңа Ғұмар ағамызбен келсем, бұл айтыста сәл ғана басымдылықпен Медет жеңіске жетті деп ойлаймын. Сонымен біздің Айс тележобасының екінші айналымының алғашқы жұбы алдарыңызда өнер көрсетті. Мінекей Тобыл қаласының ақыны Медет Байзақов екінші айналымға, үшінші айналымға мінекей қазылар алқасының шешімімен өтіп отыр. Сондықтан да біз келесі айналымның жолдамасын Медет Байзақовқа табыстаймыз. Ал енді біздің Айс тележобасының екінші айналымында Медет Байзақовпенен айтысқан Арқалық қаласының ақыны Серік Әбекенов мінекей осы айтысқа қатысқан үшін 50.000 теңгелік сертификат табысталады. Серік болсынға рахмет айтып, осы жобаға қатысқан үшін алғысымызды білдіреміз және өзіңменен қимай қоштасамыз. Ал Медет Байзақов үшінші айналымда тағы да керемет сөздеріменен қазылар алқасын таңғалдырып, жүлделі орын үшін мінекей бақ сынайтын боласың. Сізге сәттілік тілеймін. Серік болсын, сізге қандай тақырып берілді? Тақырыпты толықтай аша алдым деп ойлайсыз ба? Тақырыпты енді толығымен ашқан жоқпыз. Басында осы Әбдіғапар хан туралы, жалпы өзімізге берілген тақырып Алтын Орда, Әбдіғапар ханның 35 жылдығы, одан кейін Қазақ хандығының 125 жылдығы. Енді Алтын Орданың тұсындағы Берке хан оқиғалар туралы және оның басқарған елдер туралы, істер туралы ғана тоқталдым. Енді тақырыпты толық аша алмадым. Әділқазылардың айтқан сыны орынды деп ойлайсыз ба? Орынды. Толықтай келісемін. Өзім Айбек Кекбайұлымен де, Ғұмар ағамызбен де өте нақты дұрыс айтып отырды. Расымен де келесі айналымға лайықты біздің Медет ағамыз. Тақырып негізі күрделі тақырып қой. Бұл жарты сағаттың ішінде айтылып кететін тақырып емес. Бұны күн түн жырласаң да біздің тарихымыз алтын әріптермен жазылған кешегі қазақ хандарының әрбір жүріп өткен жолдары. Ол әрине бір жарты сағатта айта салатын әңгіме емес, тарих емес. Сөйттім, күрделі болды. Шамамыз келгенше айтуға, жырлауға тырыстық. Айтыс сөз бәйгесі болғандықтан бірі озып, бірі қалуы заңдылық. Біздің Айс тележобасының ішіндегі ақындарымыздың шетінен бәрі де кіл жүйрік екенін көріп отырсыздар. Осы кіл жүйріктің ішінде кім жүйрік екенін бірге анықтайтын боламыз. Аман, сау болыңыздар ағайын. Жырламайдағын жүйрік болмаса, айтысты айтып
айтқан сөзінде